мынау нәпсіні тәрбиелеу жөнінде ғалымдар айтады, ақылақ ғалымдар. Негізі Аллах тағала діндерді түсірудегі мақсат, пайғамбарларды жіберудегі мақсат негізінде халықтарды тәрбиелеу еді ғой дейді. Діннің, пайғамбардың бізге жіберілудегі мақсат Аллах тағала бізді тәрбиелеу екен. Пайғамбарымыздың кезі болсын, басқа пайғамбарлар қай кезде түсіп отыр, тарихқа қарасақ, қоғамдары сондай белшеден күнәға батып, адасып жатқанда Аллах тағала пайғамбарлар жіберіп, сол қауымдарды не істеді? Шұңқырға құлайын деп тұрған жерінен алып қалып, тәрбиелеп, қандай жұлдыздарға айналып кейін сахабалар мысалы. Сондықтан негізі діндегі мақсат Аллах тағала жіберуде, ол бізді тәрбиелеу екен, нәпсін тәрбиелеу дейді. Ал енді мынау умраға келетін болса, қажекелер, умрадан болсын, намаз, ораза, зекет, қажылық болсын, біз бұдан өзімізге керекті, тиесілі рухани азықты ала білу керек екенбіз. Мысалы, сол ақылақ ғалымдар айтады, біреу қазір мына жерде тұрып, қыблаға қарап, 4 рекағат намаз оқимын деп, 4-еуін толық оқыса, біз айта аламыз ғой дейді. Мынау тура оқыды. 4-еу оқимын деп, қателік үшеу жіберсе, біз айта аламыз, мынау қате оқыды деп. Кім айта алады дейді, мына намаз қабыл болды деп. Ұстаған оразасы, умрасы қабыл болды деп кім айта алады дейді, ешкім айта алмайды. Бірақ дейді, қабыл болу бір Алла біледі, бірақ белгісі бар, Алла бізге көрсетіп қояды дейді. Қандай белгі десе, адам намаз бастауыменен, ораза тұтуыменен, бастауыменен, қажылыққа келуіменен, садақа беру, қандай да жақсы амалды бастауымен адам баласы жақсы жағына қарай өзгеретін болса дейді, оның құлшылығының қабыл болғанның белгісі дейді. Құлшылықтың қабыл болғанның белгісі, яғни намаз бастадыңыз ба, ауыздағы темекі, боғауыз, ғайбат сөз бәрін тастау керек. Ал егер 4-5 жыл намаз оқып жүрсіз, баяғы темекі, баяғы боғауыз жүрсе, біліңіз, сіздің намазыңыз не? Халастой кетіп жатыр деген сөзді. Сондықтан айтын кеп отырғаны қажекелер. Міне Құдайға шүкір, барлық Қазақстанда ұстаздар осы жерде. Мешітке барсаң да, қай жерге барсаң да уағыздар жүріп жатыр. Рухани азық алып кету керек. Умраға келгенде тағы ақылақ ғалымдар не дейді? Қандай да амалды біткеннен кейін негізгі несі бар, содан кейін басталады дейді. Намаз оқып мешіттен шықтың ба, мешіттегі намаздың көрінісі енді сыртта көріну керек. Рамазан бітті ма, қалған 11 айда Рамазанның, оразаның несі көрінісі сонда болу керек. Умрадан қайтып жатырмыз ба, умрадан елге қайтқан кезінде осы умрадан алған умрамыз елге барғасын басталады дегені ғалымдар, сол нәтижесін көрсету керекпіз. Ал ол үшін адам бұл жақтан рухани азық алып, нәпсісін шамал болса да өзгерте алмаса, жақсы жағына қарай елге барғанда да оны көрсете алмаймыз. Баяғы қалпымызға түсеміз де. Сондықтан қажекелер, бұл әрбір неден біз ғибрат ала білу керекпіз. Мына еврей Бәни Надир деген мұсылмандар мен пайғамбарымыздың келісімді бұзып, кейін пайғамбарымыз олардың қорғандарын қоршап отырып, кейін не істеді? Жер аударып жіберді ғой. Сонда Аллах тағала аятта келтіреді. Мына Бәни Надирдің істегенін көрдіңдер ме? Енді қандай жаза болды? Содан сендер фахтабиру я улил абсар дейді. Ей, ақыл иелері, осыдан ғибрат ала біліңдер дейді. Ғибрат ала біліңдер. Яғни біз бұл дүнияда қателік жібереміз, пенде қателіксіз болмайды. Қателік жіберіп барып, соны түзегеннен көрі, басқа қателесіп жатқан адамға қарап, содан қателігінен сабақ алған жақсы екен. Сол еврейлердің қателігін көріңдер, содан ғибрат алыңдар дегені, сол секілді қателік жасасаңдар, соларға болған жаза сендерге де дәл сондай болады деген қиясқа ғалымдар не келтіреді. Сондықтан құрметті қажекелер, неше түрлі жағдай болады, бұл жаққа келгенде сынақтар болады, соған сабыр етіп, рухани уағыздар болып жатыр. Содан иншалла рухани азық ала білсек, елге барғанда не? Соны көрсете білу керекпіз. Ал енді көрсете біле алмасақ, алған құлшылығымыздан ешқандай мына жаққа пайда болмаса, ол ақыретте де ешқандай пайда жоқ екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінен түсінуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір сахаби келіп айтады: "Я Расулулла, мен бір көрші әйелім бар. Өте көп намаз оқиды, өте көп ораза ұстайды, өте көп садақа береді" деді. Бірақ бір кемшілігі бар, "Я Расулулла, тілі ащы, яғни бізге ұрысқақ, тіл тигізе береді" деп жатыр да. Тілі ащы деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деді? "Ла хайра фиха фахия финнар" деді. Ол әйел қанша көп ораза ұстап, намаз оқып, садақа берсе де, ол әйелде жақсылық жоқ, ол әйел тозақтық деді. Қанша көп құлшылық қылса да. Нені меңзеп жатыр? Сіз бұл дүнияда қанша көп құлшылық жасасаңыз да,
ол құлшылық оны сіздің мына жағыңызды өзгерте алмаса, жақсы жағына қарай, шариғатқа қарай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мінез құлқына қарай өзгерте алмаса мына жақты, баяғы өмір қайтадан басталып жүрген болса, оның бәріне бекер болған болады. Сондықтан қажекелер, иншалла, ғибрат ала білейік. Осы бұл жерге білсеңіздер, екінің бір келе бермейтін жер ғой негізінде. Қанша жағдай болып тұрып, келгісі келсе де келе алмай жүргендер бар. Алла нәсіп етпейді болды. Нәсіп етпей қойып атқандар бар. Өмір бойы келе алмай кеткен ата-бабаларымыз қаншама. Сондықтан бұл жерге келіп, сондай бір ғибрат алудың өзі, бұл ақыл иесіне негізі тиесілі нәрсе, содан ала білейік, қажекелер.